gördüm belindirdim. Abay tuğan avlukta tuğanım ras, onu men oylu sözdün delindirdim. Bu жаққа Шығыс Қазақстан облысынан қарлатып, боранғатып әрең келдім. Мен түнде шыққыл болып ұйықтап едім, оянғанда өзгерген әлем көрдім. Өз басым Тоқаевқа алғыс айтам, есімін ұлықтаған кемеңгердің, еліне Мағжан Сәмен Ғабеңдердің Абай облысына сәлем беріп. Кейілі пайғамбардың дұғасындай, көңілі шаң жұқпайтын шын асылдай. Ассалаумағалейкум ақ елін жұрт, қонағын қарсы алатын құдасындай. Халық менің шынатым деп жырлаған жамбыл сөзін түйсінер кім абырмай. Петропавл сенің де жай атыңдай, Қызылжар азан айтқан шын атыңдай. Сөздерге рғамеңе ұқсап бағып, көргенімді мүсіндеу мұратындай. Ойға шомып қалдыған қарағайлар, образ іздеп отырған бұлақындай. Қалыңдықтай жасанған аққайыңдар, сыбырлап сырыңды айтсаң ұғатындай. Самалың боз биенің сауматындай, суларын бозінгеннің шұбатындай. Қызылжар қалқымаған елестейтін, қысы жазы курортта тұратындай. Армысың жері жомарт құйқал өлгі, аумасаң арқанамай жұғатындай. Бір шумақ өлең көмсің топырағына, орнына роман өзі шығатындай. Армысың ел аман ба, бас аман ба, туғай сәлем болғайсың қош аман ба. Осындай ойлы хаттар оралмасқа, аттанып қайды екен, қалды екен қай тасаларда. Қанатына хат байлап құстай ұшып, мен де жеттім мың шүкір жасағанға. Ғабеңдер қадау-қадау хат жазыпты, қалт етіп қолдары сәл босағанда. Қайғысын сағынышын, қуанышын жеткізген үшті хатпен дос адамға. Хат жазу мәдениеті төрден түсіп, қараусыз қалды қазір босағанда. Қатесі жазалмайтын бір сөйлемді, қайраткерлер толып жүр босағанда. Бүгіндегі хаттардың сыйқымын ал, не дерсің оны жазған не салаңға. Бес күнде бай боласың деп келеді, осы хатты таратсаң бес адамға. Бесеудің хатын жазған сол ғабеңдер біздің бұл кемтарлықты кеш алар ме? Қызылжар өнер десе қызылғансың, кезінде картамнан да сызылғансың. Бір қазақы татитын бұл қазаққа, айтыс десе пейілі түзу жансың. Жырларын мүсіретіңдің қаламындай, қасірет мұхитының мұзын жарсың. Сыңдарын сақуанның мінезіндей, сірескен сүрі бардың мұзын жарсың. Кәкімбекте ең жайлы кең толғанын, арылайын шерменен қыжылданшын. Сәменнің айтысында топ жарымен, ғабеңнің тойында да ізін қалсын. Еректе еркін сөйлеп кетсем деймін, жүректен өшірейтіндей жүзімді алсын. Ерінім мен тілімде Петропавл, көңілім мен ділімде Қызылжар сен. Болсаң да жаныңызге сұмбайы әркет қылар сарылыңызды. Украин еліндегі уақиғалар уайым
халқымызды қазақ деген мемлекет болмаған деп тіс көрсетіп кім төкті арымызды көмірген ит түбінде қаппайтын бас деп әжем көп айтушы еді кәрі жүзді Зеленский байғұстың жан айқайы жеделский ойландырсын бәрімізді елшіде елпіл деген жалпы ұстамы кісінің көңілін табу жан тұстары ассалаумағалейкум жарқын інім қимылы сонда қандай қарт ұстамы алақаны аюдың табанындай алып мен келген едім тартысқалы баяғы балбанақтай қалғым қайда балуан шолақ емес пен айтыстағы 30-ында кен құрсақ жігітек қой сәбеннің суретіндей алпыстағы солардың сен болған соң сынықтары бойыңа сүтпен сіңген рухтары жомарт ағам екеуің әбден жүдеп ұйқыны көп болған-ау ұмытқалы сені көрсем есіме алушы едім диета кезет деген группаны диетаға шынымен ден қойыпсың күніне жейсіз қанша жұмыртқаны сұлы жеген аттай болып іш тартыпсың судың да сұраулы боп бір ұрттама ауағайын жарқынға қошемет қыл артық майын тастапны сылық бәлі сәлемдей алпыстағы алып жігіт қабендей боп қалыпты қырықтағы сөз қылмай майда шүйде талқан ұсақ ірі турап халықты аңтаңдысақ жырымыздан жарқ етіп ұшқын шықсын тоқайласқан найзамен қалқан құсап ауылыма кеп тұрған қонағым деп ағаңа ашар мысың дархан құшақ жоқ әлде кім болсаң да күресіңді көрсетем деп тұрмысың жан тәнді сәт рүстемді тақырыпқа тіреп жүрді әрбір үй салатын камқан құсап шығатын есік таппай мен қалмайын шалағын аудандағы балкон құсап Еседің өрелім асқақ аттың, бір едім сенде туған жас табақтың. Тарихыңды мен жырлап айтпасам да ақындағы айтады басқа жақтың. Қызылдар намысыңды қорғау үшін бірден қызыл майданды бастамақпын. Ассалаумағалейкум жерлестерім, сенің ұлың екенімді растамақпын. Арасында айтады маған дөкке сәбит деді одан соң қабит деді қуаныңдар шарықтап бағам кетсе тектілерді күлкі қылам деп отырып жарар еді майданнан аман кетсе ішімде қабит отыр сәбит отыр ал енді жарысып көр чаман кетсе аңқылдаған ағам еді ғабит пен сәбит деді жаңа мені алып болып туылар жөнім бар ғой алып қылып туысқан анам еді тектілерге ұқсасам айып бекен әдебиет мойындаған бәрі еді ғабит пен сәбит туған текті жұрттың
balkon salmay ketseger üylörüne, apat esik salmay ketseger balkonuna, apattın aldığını alıp жүрген шығар. Gaytız bizlerdi ruh etken, balkondaydı örüsten tilip bettin. Hazırdı çağdaydı oylaganda, köp dünyü köngünde küdük etken. Kurdumga ketkenimiz az bolganday, kurbustun çağdayı kurup ketken. Cana salgan üylörüm çılga jetpey, kabırgası töbesi çirip ketken. Jaz bolsa töbesinden su tamçılap, kış bolsa pana bolmay suup ketken. Ötkençe üybezekte turgandardı, hökümet amansızdan ömüt ketken. Atalarım arjürekti mıht eken koy, Abbasın adallıkka burup ketken. Babalarım ne degen bakıt dedi, balkonucu üylörde turup ketken. Rüstüm kazağına sıyın bakpan, akın edin sen degen kuyun dapkan. Teriskeydin osuna tuğdup tuğmanına, күн шығыстан кеп тұрсын қиыр жақтан. Үрістемді осы айтысқа шақырғанда, байланысқа шыға алмай қиындатқан. Сөйтсем бұл ауылымда сиыр бағып, өкпетінің етегін чиырлатқан. Былтырғы жыл бастаған кәсібіңе түспеген кеп тұрсын ау бұйылдаттан. Айтысқа дайындалар уақытында, мал төлдеп есін шығып миын қақтан. Алтынжал арғымақтай жігіт едің, алыстап кетіпсің ғой үйір жақтан. Нәсібі кәсібіне сай болмаса, ер жігітке емес қой түйір мақтан. Ал енді үрістемге сөз берейін, қапқанын табынына құйып жақтан. Шұрқыратып жылқы бағар жасқа келіп, тырқыратып бұзаулы сиыр бақтан. Жарқынау бойға сыймай өбір күшің, ұрынарға қара таппай отырмысың. Сен қазір жылқы бағар жастасың деп, қызартқың келетіндей бетімді шын. Шошқа бағып жүрмесің, бол демес пе, субсидия беретін өкілмісің. Айран сүт құрт қарықтай азығыңның, сиыр байғұс бермеймен етірлісің. Сиыр бағып жүрсің деп мен сүнбестей, алдыңда бар ет сонша не қылмысың. Қайта мені бір құдай сақтапты ғой, сезіп отыр бір түрлі ниетіңді ішім. Ешкі бағып жүр екен деп естісең, соқтатып жіберетін секілдісің. Алдыңдағы табының ақбас еді, қимаймын дегендейсің жатқа сені. Шәкәрімдей тағы боп кетпе дейді, дала деген дарханның қақпас еді. Ауылдан ат тоныңды ала қашу, қазағым жеткізді ме баққа сені. Қаладағы жұмыссыздық, бос жүрістің қақтығысқа тиді ғой қатты әсері. Ауылға барып жастар кәсіп қылса, өз қаласын өз өртіп жақпас еді. Ертелі кештер жыртып егін ексе, күші тасып әйнекті шақпас еді. Мен ұрсап, тым ұрсап, бұзау бақса, ақ ұсап, снайперлер атпас еді. Қара тер боп ауылда еңбек қылсам, мародер боп қамал еді, жатпас еді. Ашылды көндіріп біз арқамызға, көз салсам көне дәстүр ұрқымызға. Жамандығын жасыра білген елек, сырт көздер гүлмесін деп тұрқымызға. Бас жарылса бөріктің ішінде деп, қол сынса жасырдық тон тұлқымызға. Қабырғамыз сынса да қаншама рет сездірмеген еледік сыртымызға.
Осы жолы бұзылды тұмсығымыз, жерді мие көздігіп жұртымызға. Мұрттайыша жаздады мемлекеті, мұртты кісі қиянат құбылдымызға. Кім білсін әлі қанша қорқаулар жүр, ие боп қауіпсіздік құлдымызға. Сақалшығын көресін, көрсетпесін өкпелеп жүрген кезде мұртымызды оралмағы, адамның таусылған ба көп арманы, кітап ұлап кететін бір-бірімен дәстүрді де көп болды доғарғалы. Әрқиса қаңтардағы қақтығыста айналаны айтылды не болғаны. Бірде-бір кітап дүкен тоналмапты, ой бұрмай деп қуанды оған бәрі. Керісінше киім кешек алтын күміс тып-типыл боп тоналды солар бәрі. Ұрлапты дәрет қана қағазында бұл дүниеге толтырып қолар бағы. Алтыннан қымбат сөздер қажетсіз боп абайдың бір кітабы жоғалмады. Осыдан ақ білініп қалған жоқ па зиялылық деңгейі қоғамдағы. Тоналмаған кітаптан көрінді ой қаншалық руханияттың тоналғаны. Көніміз ғой қайтеміз көнбегенді. Ақын жазушылардың тойларында айтып қалайық келмегенде. Балалар жылы енді балалардың әдебиеті насихат болса кең көлемде. Бұрынғылар кітапқа бас қойыпты, көкірегі рухани шөлдегенде. Балалардың бастауы ютуб, қазір юпидің дәмі бар ау сол неменде. Қазақша сәби көрер дүниелер жоқ, қызығады көп атты көлденіңгі. Тілі де солай шығып шүлдірлейді, сергейді сүріндіріп сөйлегенді. Қабырғасын қатпаған бүлдіршіндер, еліктеп өсіп өңгелерді. Шыбық кезде қисайған қайран ағаш, қарағай бұл қатқанда жөнделерді. Бөгеліп тілін жұтып күмілжейді, бөгенбай қабанбайды ол дегенде. Ақыл кісі шыққандар айыптымыз, бөбекке мұқият көңіл бөлмегенге. Қырандай текті бол деп қалай айтам, қарғадан басқа құсты көрмегенге. Жігіт сынбас сынға да сынаққа да, ініме отырайын сырақтара. Алдымнан құрап ұшып күтіп алдым, елден бұрын кетті деп құлақтана. Үйге кіріп базарлық балдарыңа берсен деп мен жаздадым құлап қала. Сөйтсем сен қос мекенді жан екенсің, бұлақта да жүретін құрақта да. Есегің жұмыс шаруаң Қызылжарда, төсегім ауыл деген бірақ қана. Қунап жатар қуықтай бөлмеңде жоқ, Қызылжардан алмапсың тұрақтаға. Әкеңмен бір тұрасың бәйтеректе, 25 километр жырақтана. Бір терекке 4 сомрық сиям екен, жауап берегет осы сұраққа да. 300-ден жүргі шақырым сен боп тұрсың, 300 шақырым жүретін бір аптада. Саған айтқан сын емес жалпы мұның, сәл ойналсалансаң табасың дәл түбірін. Бір қауым ел досыңда көшіріп кеп толтырдың отаныңның ол қылығын. Руханиятын көтердің осы облыстың, саған риза солтүстік халқы бүгін. Айтысқа сіңген термен еңбегіңді әкімін ескермей ме алтын інім. Ақтөбелік Мараттың Астанада таксистсің деп шайқамен бар тұнығын. Ақынын арба кешкіп қойған ай деп әкімін шарпып өтті салқын үнім. Біреуге таксисің деп тиісетіндей жөніңіз жоқ екен ғой жарқын інім. Такси боп жүрмесем де облысыңда такси өтеді екен ғой жарты күні. Күрістің сертке берек серімесін,
birdeneni otqандай сезіп ішің. Көк қазақты көшірдім Қызылжарға, аңсаған ата жұртын көру үшін. Төрт самұрық дегенім отбасын қой, үйсіз жүрсем әрине менің ісім. Әкімнің бір үй саған бермей ма деп әншейін айта салдым көңіл үшін. Көлікте өткіземін көп уақыт қаладағы жұмысқа келу үшін. Мен бірақта ештеңеге мен бірақта ештемені уайымдамаймын, алаңсыз қамсыз өсіп өну үшін. Мен негізі келгенмін Қызылжарға, ұрпағыммен керегем кену үшін. Ойымдағы үйімді алсам емес, бойымдағы барымды беру үшін. Жарқындайын ұлым қанат, өрістен отыр мекен қырын қарап. Ата-анамның қолында тұрасың деп өтірік сынап сөйлеп жымын қағат. Қазағымның дәстүрін білемісің, білмесең кімдер сенің тіліңді алады. Мен үйдегі төрт ұлдың кенжесімін, кенжеге жұрттан бөлек ұғым болады. Кенже деген иесі шаңырақтың, сай болмасаң қалайша құның қалады. Ата-анамды жанымнан алыстатып, олайша іс қылмаймын ырым ғажап. Қарттар үйі қаншама қария жүр, қатарласа айтатын бұрылмада. Мен ондайды ешқашан жасамаймын, тұла бойда тұлыққан туындама. Ата-анамның қолында тұра берем, шаңырақта шаттықтың туындалы. Өлімменен төгілдіріп қаламақты. Аламанда алаңсыз сынап olsun, алаңға жиналған бір жамағатты. Қазағыма енді қайтып көрсетпесін қаңтар деген қаралы жамағатты. Иә, рас сіз тұрған Алматыда дүкендердің біразын тонап атты. Туалеттің қағазын дүние көріп білегіне біразы орап атты. Кітапхана егерде тоналмаса, қазағымның тектілігі одақ атты. Бір күндік бас пайдасын ойлағандар, мың жылдық қазынама жоламап деп. Өскен Қызылжарға келдім бешін, ежелден тектілермен тең жүргесін. Керіскейге текті туған атырақтың бір шама алып жүрсін, сен жүлдесін. Исі қазақ танитын ақынсың ғой, Исаның айтпасаң да желдірмесін. Керіскей Қызылжар елдің шеті, жаудың беті, бүтіндеген елміз ғой ендіргесін. Украина жағдайы соңғы кезде төбемнен қалың тұман төндіргесін. Қайда барсам жүремін қазағы
şili kökten. Atanamdı taslap kaç degenim yok. Telek ayttım algaysın bir üydep men. Üyde aytsam kartlarıyım kozgap kettim. Basta aytsam kulak dedi kıdıyır ötken. Köşkep ayttım және de josuk benen. Ol sözden seskenemin şoşup dedin. Köşkeden söz korkmuş emes mağan. Tuğalı köşüp gelip bosup gelip. Semeydi Öskömüngö köşürgön biz Kazak mektep köpöйтүp meşit benen. Odan soň Almatyga köşüp barıp Kasımda yakın bolup ösüp bölüm. Endi Abay okurusuna köşönünde prezident sözünlerin kosup berem. Kel desem Kalijanday kergimeymi, kersinçe meseleni şeşip berem. Taňalla bir aydan soň awulyňa kep tursam balaşaga besip benen. Sıymaysın dep bulmasan boldu sonda, seni jakty görsetip esip benen. Men göçsöm bir jolata özüň aytkan buzawly sıyırlar men. Sözlürlük çopar gündüm isin algan, özünün devrinin misi bolgan. Kızılbek filminin senariyim Habin жазып туылыпты қисын оңнан. Қожықып таланттарды тоғыстырып тілендейіп аққудай күй шығарған. Сұлулыққа соншалық іңкәрлігін киноны көрген адам түйсін алған. Қырық рет көрсемді қыз жібекті көркемдікке той алман есін алман. Салқарғыш сәтті күймес сұлу қыздар, көзге түспес ақсаған қисық арман. Ұлттың рухы оянып кетеді деп кіремін қырқып қиып ши шығарған. Қанында қалқып жатқан рух оянып, көргеннен қолға қамшы бишік алған. Кәштеңдей сүйсін алман, ғамелдер ғаламат қой не жазса да, тамыр тартып дәстүрмен исламнан, кешпейтін ұлтшылдықты кезеңде де өшпейтін қазақтықтың исламнан. Болса да жазушы мен ақын әркім, қасқайып ханға айталмас датын әркім. Жүрек аттың басында ерлерді өткен деп сескендес өлермін атылармын. Жастарды ұябызар ұлтшылдар деп желтоқсанға шығарды пәдуәрдім. Сол кезде жолбарыстай жоталанып, қақпағын ашып қанды ақыл алдым. Мүйіздей едірейген көкбинімді киіздей шағын қағып шоқығанғым. Кінәсін кәмітеттің көзін айтып, дұғасын боздақтардың оқығанғым. Дегенде ділі таза діндар жандай, ұлтқадал қызмет еткен тақуаңғым. Сәттесін кірш алмаған сахабадай, сұлбасы елестейді сақуаңғым. Қайырмадан жездей балқып бойыңа жайылған ән. Кәкімбек 8 қырлы шәкірт сынды, өмір дейтін ұл ұстаз дайындаған. Сырымбетке ер жеткен баларманы, Алматыға аттанам шәйір бола. Қарағым өлең қайда қашар дейсің, Молдахмет ақын солай қайындаған. Одан да қамыш құсап қара жерді, тамыршыдай таппаскын жайын бала. Еңбектеген ауылында туған сәби, еңбектен беті қайтып тайынбаған. Өзі де ақындығын сүннетін деп, адамдық міндетін деп бойындаған. Табиғат өзін көлдің келешегін, парасат биігінен пайымдаған. Аралға анасындай алаңдаған, Балқашқа баласындай уайымдаған. Дәл қазір шыныменен шөлде бақтыр, салықып сүйгенін ау сайындалам. Кәкімбек еркектен соң күзін ай ойлар, көлтауыстар сынды кей ірі байлар. Қуаңшылық халықты қуырып тұр, алаңдадым ауамен күні райлар. Шөккенді үй таптырмас шөптің орна, шөңгөде жоқ таппақын шыныдайдан. Өрекпіген өзендер бұлақ болды, жайықпен сыр
жыласа да жас шықпайтын тым көбейді тас бауыр тымырайлар еріксіз ескі мәтел еске түсіп миыңды шымшылайды шұғыл ойлар шынымен сұлдырып барам осы көбейіп кеттім әлде сұмырайлар Tüyletemiz, şikizatlı şaşırdı siretemiz Öldürüz, öküz kusal жылжиды деп Өкіметті істікке түйретеміз Өздері басқаратын мекеменің Атын дұрыс білмейді кей көкеміз Себебі таныстықпен тағайындап Білмейді ұн тұшпағын илетеміз Әркім теке қойып жүр өзі лағын Көзімсініп кімді ақыл үйретеміз Кемешіні кемеші жасап алып, тұмсығын тасқа соғып күйретеміз. Ұшатын көлік жасап жатқандар бар, қаншасын қарарғаны сүйретеміз. Заңды сұрақ туады осыдан соң, зарлаймыз ба бұған не дейді екеміз. Біз қашанғы орамал фабрикасын бет жумайтын адамға билетеміз. Жұқаны да сөз қылдық керекті де бұтаны да жарқынын қарарсың оңға бақпен ағаңның әзілімен сықағына сенде бір тамыр жайған бәйтерек бол шөбере қонақтайтын бұтағына бар қазақ баларадай үймелесіз болашақ айтыс деген кітабына жарқыншы бархан деген жақсы есімің себеп болсын жүлдені ұтағыңа жып жеңіске жетіп жүзің жарқын болып жүзің мас болып жат жұпарын ей қадірі бар жігітсің ханның кенже ұлындай қызыл жарға қызмет ет құлақ кесті құлындай Петропавл бір ресми қызыл жар деп атауға пайдам дейсің бірыңғай себебі сен ақылсың әр сөзіңнің бағасы боталы түйе пұлындай қызыл жар болды қалағай сүйінші бер ағатай деген есті екпініңдай сол кезде Каспий голдыңа сүйінші салып жіберем бұзалды сүйір көшіп келем бұл сөз емес еді біз есітпеген солтүстікке бір қазақ көшіп келсе көрсетпейміз біз неге есітпеген өзің бастап бір ауылды көшіп келсең мәселеңнің барлығын шешіп берем үй түгіл 3-9-ды алдына сап қысырақтың үйірін қосып берем
еріктерге тартып туған балаңыз. Тарихта өшпейтұғын ізің бар, дұшпандарды жасқайтұғын жүзің бар. Қазағыма қиялықты сыйлаған, сенге деген киеледің қызылдары. Ғабит атам қазақ үшін дарашын, жазып кетті аналардың жарасын. Әдебиет биіктеткен тұғырын, құрметтеуге міндеттісің алашын. Сатуанет таза сөздің зергері, сапалтын деп құрметтеді елдері. Айлар өтсін, ғасыр өтсін мейлі, ұмытпайды ешқашанда ел жері. Туғызған соң көмейіне жыр құйып, тыңдайтұғын елмен жері тез ұйып. Кәкімбеге Қызылжардың айбыны, қар өлеңді толып қалған жезлие. Ақындары самғап тұрған Қызылжар, тұлпарлары самғап тұрған Қызылжар, солтүстіктің алынбайды қамалы, шекараны қорғап тұрған Қызылжар. Ақындарды күйіп тұрған Қызылжар, қақпағасты құйып тұрған Қызылжар, төрқайда бір айтыс жасап төрінде абыройы биік тұрған Қызылжар. Жүрегінде әлі күнде қызыл бар, Петропавл деп апаған Қызылдар. Ақордадан бұйрық келіп жақында, есіміңді қайтарсы екен Қызылдар. Рүстем аға қазағында кек тұлсын, жоғарыға айталатын өткірсін. Петропавл Қызылдарға ауысып, айтысыма Рүстем ағам кеп тұрсын. Айтыс болды десеңіздер қылайық, шапалақты аямастан тұрайық. Аман соғыл осы менен келдестер, аман ұшақтасып орнымыздан тұрайық. Аман соғыл Рүстемдей ағам, ұшақтасып орнымыздан тұрайық. Қандай ғажайып ойлар айтылды. Мына Рүстем бұрыннан белгілі өлең жүйрік қой. Жарқын Жүпірхан осы салды әкесі тұрды, әкесін көрсе арқаланып айтшы. Бұдан былай баратын жерің әкені кетіп барып айтшы. Шұбан, Қызылжарға қоныс аудару мәселесі көп айтылып жатыр. Осы салда Бурахан деген жігіт отыр. Осы Қызылжарға қарай көштің бетін бұрып қайрат қылып жүрген қазақтың бір қайраткер ұлы. Назар қарсы Рүстем Қайыртай, Абай облысының ақыны. Бірыңғай 10-7 сұпай. Жарқын Жүпірхан, Қызылжар. Бір 9, қалғаны 10.